Спорт саласында жүрген біздің қыздар мен жігіттерге тек сәттілік тілейміз. Ал енді біздің мәдениет және өнер саласында да жаңалықтар өте көп. Соның бірі жақында актер Сырым Қашқабаев Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері марапатын алды. Қазір Сырым біздің Таңшолпанда қонақта, қарсы алайық. Сонымен Таңшолпанда қонақта Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері актер Сырым Қашқабаев. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Құтты болсын марапатыңыз. Сырым, сәлем. Құтты болсын марапатың. Рахмет. Жоғары шық. Көңіл-күй қалай? Тәуелсіздік күннің қарсаңында көңіл-күй қандай болушы еді? Енді Сырымға ыстық шайынан құйып берейін. 4 күн қатарынан тойладық. Құтты болсын Сырым, қуанып жатырмыз. Осы марапатқа бірден бір лайық азаматсың. Рахмет. Енді жалпы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері деген атақты алғаннан кейін Сырым Қашқабаевтың өміріне қандай да бір өзгерістер болуы мүмкін бе? Енді әрине, ең бірінші бұл марапатты алғаннан кейін үлкен әсер қалдырған ол менің ұжымым. Марапатты алып, қуанышымен бөлісейін деп, енді ең бірінші қайда барасың? Әке-шешеңе барасың, одан кейін өзің сүйікті ұжымыңның арасына барасың. Сөйтіп театрға кірген кезде, театрдағы сол кезде жұмыстарын бәрін тастап, фойеге шығып, сахнада жүрген әріптестерім ғана емес, администрация бөлімінде жүрген азаматтар, бухгалтерияда жүрген бәрі шығып алып, шашуын шашып, құттықтап жатқан кезде кәдімгідей бір үлкен әсер алдым, көзге жаста келгендей болды. Сондықтан ең алдымен әріптестеріме рахмет айтамын. Одан кейін әкемнің көзіндегі, анамның көзіндегі үлкен қуанышты көрген кезде шынымен-ақ еңбегінің еленіп жүргені ең біріншіден өзің емес, айналаңда жүрген азаматтарға керек екен ғой деген ойға келді. Кез келген марапатты уақытысында алған дұрыс сияқты. Мінекей айтып отырмыз, міне үлкен атақ, үлкен сыйлық, ондай сыйлық алған үлкен жауапкершілікті де жүктейтін сияқты. Сонда айтайын деп отырғам. Оны мен енді марапат алғанымызға бір жетідей болып қалды ғой. Соның арасында кәдімгідей бұл өзі кішкентай темір ғана болса да, бірақ өзімен үлкен салмақ, үлкен жауапкершілік береді екен. Сондықтан осы кешеде айтып жатырмын әріптестеріме, жұғысты болсын, бірақ алғаннан кейін осы салмақ пен жауапкершілікті арқалай білетін сана болсын деп. Не үшін алды, неге алды деген сауалға жауап бере алатындай болу керек қой. Әр қадамыңды нық басып, әр сөйлеген сөзіңді ойланып сөйлеуге тура келеді. Енді Сырымның жауабына риза болып отырмын, өйткені бірінші кезекте әріптестерін ұжымда ауызға алып отырсың. Ал енді кейбір азаматтар әрине кеудесін соғып, мен деген сөзді көп айтатыны рас енді. Енді ұжымның алдында осындай үлкен мәртебеге жетіп отырғаныңызға біз қуаныштымыз, шын жүректен. Рахмет. Жалпы кез келген марапат ол командалық жұмыс қой. Мысалға, әсіресе театрда айтып отырмыз, бұл жерде қаншама әріптестеріңіз бар, сахнаның сыртында көрінбейтіндері қаншама? Әрине, ол мысалы, егер біздің театрымыздың басшылары, көркемдік жетекшісі, Қазақстанның халық әртісі Талғат Досымғалиұлы Теменов болмаса, егер осы театрымызда істеп жүрген үш режиссеріміз болмаса, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткерлері Болат Ұзақов, Әлімбек Оразбеков, Нұрлан Жұманиязов сынды. Сахнада Гүлжан апамыз бастаған, Рымкеш апамыз бастаған, Түймехан, Болат ағаларымыз бастаған, менің алтын әріптестерім Нұркен, Асылбек, Жаңғалдыбек, Нұркен, Қуандықтар болмаса, енді атай берсем бірін атамай кетуі мүмкін, сондықтан әріптестерім болмаса, сол сахнаның сыртында жүрген қаншама бөлімдері бар. Грим цехы бар, реквизит цехы бар, біздің сахнада жөндеушілеріміз бар, машинистеріміз, свет цехы бар, солардың звук цехы бар. Солардың бәрі болмаса, бұл марапат болар ме еді, онда сырым болар ме еді, сахнаға шығар ме еді жалпы. Енді және үлкен рахметім, бұл менің ұстазым, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, профессор Рахилям Машурова Абдрахманқызына үлкен рахмет айтқым келеді. Үлкен бізді өнерге жол бастау берген сол кісі болады. Және ыстық сәлем жолдаймыз. Бүгінгі эфирді тамашалап отыр деген үміттеміз. Енді Сырым Қашқабаевтың шығармашылығына да бір шолу жасап өтсек. Театрдасыз. Шай ішіп алайыншы. Театрдасыз. Сонымен қатар көптеген фильмдерде рөлдеріңізді байқап жүрміз. Кино және театр. Қазір қандай жаңа жобалардасыз? Театрда, дәл қазіргі таңда театрда бүкіл театрға
бір үлкен қарбалаң кезең ғой қазір. Енді тәуелсіздік күнін атап өткеннен кейін жаңа жылға дайындық басталады. Біздің театрымызда одан кем емес. Қазір күні кеше ғана көркемдік кеңеске жаңа туынды ұсынылды. Ол балаларға арналған жаңа жылдық ертегі. Енді 21-нен бастап шатаспасам біздің театрымызда жаңа жылдық қойылымдар басталады. Кішкентай бүлдіршіндерімізді күтеміз, келіңіздер міндетті түрде. Одан кейін не болатынын әзірге айтпай-ақ қояйыншы, өйткені біз енді сахнада жүрген азаматтар өте ырымшылмыз. Кезінде болатын кезде өзі хабардар етерміз, бірақ алда үлкен жобалар бар, бір 3-4 үлкен қойылым алынады. 2018 жылы біздің Қалеки театрының сахнасынан әдеттегідей дәстүр бойынша жаңа қойылымдар көрерменге жол тартатын болады. Мен кеше бір сұхбатты оқып отырмын. Осы театр, кино саласына байланысты Лия Ахеджакова деген Ресейдің өте тамаша керемет актрисасы бар. Сол кісі айтады, бірде-бір басты рөлді сомдаған жоқпын дейді. Бірақ дегенмен де Лия Ахеджакованың бейнесі, ол бейнесі бүкіл халықтың жадында. Сол сияқты үлкен кішкентай рөл деген дүние бар ма негізі? Әлде жаңағы балаларға арналған қойылымда да ойнап кетуге мүмкін? Балаларға арналған қойылым бұл нағыз. Ол екесе үлкен жауапкершілік талап етеді. Өйткені баланы алдай алмайсың. Егер сахнада шынайы болмасаң, балаға шынайы кейпіңді көрсетпесең, бала есіней бастайды, бала телефонын шұқылай бастайды, бала қасындағы баламен сөйлей бастайды, өйткені ол қанша дегенмен бала. Сондықтан баланың назарын үнемі ұстап отыру үшін ол екесе энергетиканы талап етеді. Ең үлкен рөл сол дейсің ғой. Иә. Баланы алдай алмайсың. Ал жаңағы енді үлкен кіші рөл дегенге келсек, бізді жаңа есімін атап кеттім, Рахелем апайымыз айтатын, сахнада үлкен кіші рөл болмайды. Сахнада кішкентай актер болуы мүмкін. Егер актердің өресі кішкентай болса, оның қанша сен басты кейіпкерді ойна, қосалқы кейіпкерді ойна, сенің кейіпкерін көрерменге жол тартпайды, оның жүрегінен орын алмайды деп. Сондықтан үлкен кіші рөл деп бөлуге болмайды. Мүмкін массовкада жүрсең де, жалпы сахнаға шықсаң да, ол сенің жұмысың, сен ол үшін өзің таңдап барған қызметің, сондықтан жұмыс істеу керек. Енді әңгіме барысында театр қызметкерлері ырымшыл келеді деп айтып қалдыңыз. Ырымдар көп қой негізі, халық аузында жүрген ырымдар деген сияқты. Ал театрдың қандай ырымдары бар? Ырым, нанымдары, тыйымдары. Мысалға, сценарий жерге құлап кетсе, оның үстіне отыру керек дегенді білемін. Бізде жалпы телевидениеде қандай ырымдар бар осы? Бізде енді аса қатты ырым-нанымдар бола бермейді екен, бірақ дегенмен де сіздерде. Енді театрдың ережесімен жүрсек, мысалға, мына сценарий былай жерге құлап кетсе, қолынан түсіп кететін болса, міндетті түрде оның үстіне отыру керек. Оның үстіне отыру керек. Әйтпесе рөлің шықпай қалады. Рөлің шықпайды, спектакль сәтсіз болады. Деген осындай ырымдар бар, иә. Қайтадан ары қарай оқи беруге болады. Немесе Данияға беруге болады. Бұлай енді жалпы театрға байланысты осы бір ырым болмаса, басқа бір менің қазір ойымда ырым жоқ ау. Қалжыңдар, бірақ көп қалжыңдар жетеді. Ауыратын адамдарды сомдаған, немесе дүниеден озатын кейіпкерлерді сомдаған кезде зағип жандарды сомдаған. Түсініп отырмын енді, оның салдары бола ма деген сұрақ қой. Меніңше бұның бәрі сәйкестік ау деймін. Театрда мынандай не бар? Кейбір пьесалар бар. Гамлет, Мастер и Маргарита деп жатады. Осыны қойған кезде міндетті түрде ол қойылымның алдында бір үлкен катастрофа болып, ойнап жүрген актер құлап бір жерін зақымдап алады деген не бар. Меніңше бұл да сәйкестік, бірақ енді ол өз басымнан өткен нәрсе. Біз Гамлет қойылымын қоятын кезде Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, менің алтын әріптесім, алтын партнерім Нұркен Өтеуов екеуміз Гамлетке түстік, 2 құрамда. Сол премьераға 10 күн қалған кезде репетиция барысында мен құлап бұғанам сындырып алдым. Содан бірден ауруханадан шықтық, келесі күні операция жасалды, сөйтіп мен ол премьераны ойнай алмай қалған сәтім болды. Сонда осы әңгімені біз бір үлкен іс-шарада Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері деп Азамат Сатыбалдымен кездескен кезде айтқанда, Азамат айтқан осындай жағдай бізде де болды. Тура осы қойылым Гамлет бізде қойылған кезде Гамлет ойнайтын актер осындай жағдайға. Бірақ меніңше оның бәрі сәйкестік. Мистика. Театр әлемінде. Сәйкестік деп ойлаймын. Одан бөлекте, мысалға тікелей эфир барысының қызығы да осы, айтылған сөз, атылған оқ болып бүкіл елге тарайды. Театрда да солай емес пе? Сахнаға шықтың, болды. Сөзді ұмытып қалу, немесе партнерің шатасып жатса, суфлер жоқ. Ешқандай құлақ жоқ. Болған ондай қызық оқиға. Жалпы Астанада енді осы
өнер ұжымдарының арасында бұл апамызды жақсы біледі. Қазір енді өкінішке орай ол кісіні көрмей кеттік. Аман ба жоқ па білмей жатырмыз. Аман болса екен деп тілеймін. Бір апа бар. Театрдан қалмайды. Концерт болса концерттен Ол қалмайды. апаны мен де көргенмін, талай рет. Иә, сол апамыз бір қойылымды бірнеше рет көретін. Келіп, көріп, мүмкін бүкіл сөздерін жаттап алған. Бір күні Күшік күйеу комедиясын ойнап жатырмыз. Апамыз алдыңғы қатарда отыр, өзінің орны бар театрда. Ол кісіні өткізіп жібереді, отырғызады, наурызда келіп шашын шашып кететін, шашып кететін. Отырда қасында кимешек киген басқа бір апамыз отыр. Қойылым басталды, жүріп жатыр. Ана апамыз қазір былай болады. Қазір анау шығады, ананы айтады. Қазір мынаны айтады, мынаны айтады. Ол даусын бәрін актерлар естіп жатыр. Біздің сахнамызды енді кішкентай білесіздер ғой. Көрермен жақын отырады. Оны біз де естіп отырмыз. Енді кішкене бүйтіп қиынырақ болып отыр. Сосын бір оңай келген кезде күлкі қысады бір жағынан. секіріп сұмдық апамыздың алдына отырып, апа, спектакльді ойнатасыз ба жоқ па десе, көтек бұндай жоқ еді ғой. Иә, ол апа осы театрдың тұрақты көрермені. Енді тағы бір тікелей эфирде көрерменіміз хабарласып отыр екен. Сырым, өзіңізге сұрақ қоям дейді. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Амансыздар. Алло. Иә, есенсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Сырым мырзаны марапатымен шын жүректен құттықтаймын. Рахмет. Және қойғалы отырған бір сауалым бар еді. Сырым мырза, мен Шымкент қаласына хабарласып отырмын. Аймақтық көрермендеріңізді қандай жаңалықтарыңызбен қуантасыз? Шымкент қаласына келіп, арнайы қойылымдар қою жоспарларыңызда бар ма? Рахмет сауалыңызға, тамаша сұрақ деп ойлаймыз. Көп рахмет. Биыл театрымызбен Шымкент қаласына барамыз, бармаймыз деп айта алмаймын. Егер жол түсіп жатса міндетті түрде, бірақ бір білетінім енді бір ашық қояйын. Бұл да әлі бір 100%-дық мағлұмат емес, бірақ Қызылорда қаласына барып қаламыз ба деген жоспар бар. Арасы жақын ғой. Иә. Егер біздің театрымыздың әртістерін қатты көргілеріңіз келіп барса, енді Шымкент Қызылорданың арасы ондай алыс емес. Енді сыр өңірінің көрермендерін бір қуантып қояйық, Қызылордаға бару қашанға жоспарланып отыр? Тағы да айтайын, бұл енді 100%-дық мағлұмат емес, мүмкін бірден өзгерістер болып қалып жатыр, бірақ әзірге енді әңгіме солай. Бұл әдеттегідей бізде сәуір айында гастрольдік сапарлар басталады. Сол көктемгі кезде мүмкін Қызылордада болып қаламыз. Бір сөзбен қандай күтіңіздер? Театр әкімшілігінің баспасөз хабарламасынан оны алда уақытта біле жатармыз. Ал енді біз Сырымды актер ретінде білеміз театрдағы. Сырымды кинодағы актер ретінде білеміз. Жүргізуші ретінде. Үлкен мемлекеттік мерекелік шараларда жүргізуші конференция ретінде білеміз. Сонымен қатар дубляж бөлімінде де дыбыстайтын актер ретінде танимыз. Болашақта қосымша 8 қырлы бір сырлы болу. Хирург, стоматолог болмайсыз ба? Ән саласы қызықтырмай ма негізі? Ән айту саласы өткені. Қазір расымен Нұркен Бәйтеректе ән айтты, енді актерлар Ерлан Малаев. Кім біледі енді, мүмкін егер жол түсіп жатса әнді айтармыз. Өйткені біз, жаңа Нұркен болсын, Сайлау болсын, біз музыкалық театр актері деген мамандық бойынша бітіргенбіз. Бізде 4 жыл бойы классикалық вокал оқыған адамбыз. Сондықтан музыкалық білім бар. Иә, музыкалық 5 жылдық музыкалық мектеп бітірген, нота танимыз, Құдайға шүкір, домбыра ойнаймыз. Сондықтан кім біледі, мүмкін ән айтып қалармыз. Бәрі де мүмкін. Түртіп қалсаң өнер шығады. Иә. Хабарласуға мүмкіндіктеріңіз бар. 55 Ирина қалай еді? 55 31 94. Иә. Ал енді Сырым, тағы да жеңісіңізбен, марапатыңызбен құттықтаймыз. Енді Таңшолпанның көрермендеріне деген өзіңіздің таңғы аппақ ізгі лебізіңізді тыңдай кетейік енді. Қымбатты телекөрермендер, еліміздің, егемен еліміздің тұрғындары ең біріншіден осы жақында ғана бүкіл ел болып атап өткен біздің еліміздің ең ұлық мерекесі Тәуелсіздік күнімен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Елімізде тұрып жатқан әрбір отбасы аман болыңыздар. Шаңырақтарыңыз шайқалмасын, қуаныштарыңыз еселене берсін. Балаларыңыздың қызығын көріңіздер, балаларыңыз өздеріңізді қуанта берсін, өзінің жетістіктерімен қуанта берсін. Енді келе жатқан жаңа жыл, жаңа табыс, жаңа береке, жаңа құт әкелсін. Әрбір шаңырақта дастархандарыңыз тек жақсылыққа ғана жайылсын. Дастарханның басына келетін қонақтарыңыз шын ниетімен, шын тілегімен келетін қонақтарыңыз көп болсын. Шығыстан кірістеріңіз көп болсын. Айтқаныңыз келсін, көп рахмет. Сіздің де еңбегіңіздің жемісін көре беріңіз деп тілейміз. Осылай жарқырап, жайнап көрермендерді қуанта беріңіз. Шақырған сіздерге көп рахмет. Рахмет, келгеніңізге сізге рахмет. Бізді шағын аңдатпа, одан кейін қымбатты көрермендер, өздеріңізбен қайта жүздесетін боламыз.
алғыс айту күні болды ғой бізде.